Саламатсыздар ма, құрметті менің оқырмандарым. Мына көпшілік оқырмандарымның менің сұрауы бойынша, Света, сіз өзіңіздің рецептіңізбен бөлісіңізші деп көптен осы сұрақтар келіп жатыр. Сол себептен мен сіздерге мына канал ашып, мен сіздерге өзімнің рецептілеріммен бөлісемін. Қош келдіңіздер менің каналыма. Енді бүгінгі бірінші жасайтын жаңағы тағамымыз самса дейді ғой. Ол самсаны екінің бір жасай алады, екінің бірінің қолынан келеді. Мен сіздерге просто өзімнің өте жақсы көретін, өзіме қатты ұнайтын жаңа самсамды жасаймын. Өте жеңіл, жаңағы катать етіп, бірінің үстінен бірін май жағып жатпайсыз. Өте оңай, өте жеңіл. Қарапайым тілмен айтқанда, мен осы рецептті көрсеткеннен кейін екінің біріңіз жасай алатындай сіздерге рецепт ұсынамын. Ал кеттік. Бірінші, мен сіздерге қазір бәрін айтам, бірақ жаңағы видеоның астында описанияға сіздің бәрі қанша грамм, қанша не салу керек екен, бәрі нақтылап жазып кетемін. Сосын айыпқа бермаңыздар. Кей сөздерім жаңағы уксус, жаңағы қалай айтсам екен, тұз, жаңағы орысша кетіп қалуы мүмкін. Солай болады енді, жартылай орысша, жартылай қазақша, сіздерге жеңіл болу үшін. Мына ситада өзі 300 грамм. Тағы бір 300 грамм. Сонда небәрі 600 грамм болады ұн. 600 грамм ұнымызды салдық. Мұны ортасын ойамыз. Орысша айтқанда лунки дейді ғой. Мұны лунки жасаймыз ортасын. Сосын мұны теркамызды бұлай ұнмен себелеп жібереміз. Бізге керегі 600 грамм ұн, 350 грамм сливочный май, оның орнына маргарин де болады. Менің қазір қолымда болып тұрғаны сливочный сары май. Теркілеген сайын ұнға осылай араластырып тұру керек. Сары май ұнның ішінде комок болып жатып қалмасын. Міне. Енді мына қараңыздар, жақсылап бетіп, қопсытып араластырамыз. Ортасына мына салқын суымыз холодильниктен шыққан, холодильникке салып қоятын. Холодильникке 200 грамм суды холодильникке салып қоямыз. Жарты қасық уксус, егерде 9% болса, онда бір шай қасық керек. Менде 70% болғасын жарты қасық салдым. Енді осыны қыздар қараңыздар, бірден қосып жібермей, бірден құйып жібермейміз. Оңай, өте оңай тесті. Жайлы отырып құямыз тек үстінен. Міне, 200 грамм суымыз кетті. Енді бұны еттің қамыры сияқты қылып ыспаймыз. Міне.
Енді мешокке аламыз да. Мінекей. Мешокке аламыз. Осылай біріктіреміз. Сосын міне осылай саламыз. Бірікпейді екен деп қорықпаңыздар, қазір бірігеді. Міне осылай қыламыз да. Холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Ал кетті холодильникке 1 сағатқа. Міне енді самсаның ішіне начинкасын саламыз. Оған 400 грамм фарш керек, 2 мынандай средний пияз керек, тұз керек, бұрыш керек, болды. Мен бұлай негізі өзім бірінші бұрышты осылай салып қоям. Сосын тұзды. Енді 1 сағат өтті, холодильниктен аламыз. Тестімізді, жаңа дайындаған тестімізді. Азғантай ұн себеміз. Міне қазір көрсетем. Енді осылай жаңағыдай ысып қазір. Осылай ысып, міне бұлай, бұлай. Жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Жарты сағаттан кейін ол уже дайын болады. Мінекей. Жарты сағаттан кейін уже дайын болады. Сосын уже самсамызды пісіріп дайындаймыз. Бірінші видеом кішкене қобалжу бар менде. Жұқалығын қанша қылу керек дегенде, қалыңдау болсын, жұқалау болсын, бәрібір тәтті болып шығады тестіңіз, самсаңыз. Мына қалдықтардың бәрін қазір қайтадан пайдаға астырамыз самсаға.
ортасына фаршын бәрін саламыз. Қыздар, енді мына самсаны жасап бастап отырған кезде духовкамызды қыздыра береміз. Духовкамызды міне асты үсті деген программаны вверх вниз дейді ғой, соны қоямыз, сосын 180-ге қоямыз. Осы бірінші партияны жасағанша біздің уже духовкамыз қызиды. Енді қараңыздар, қыздар, өзіңіз білесіз, қалай қылып әдемілейсіз. Енді ең оңай, жаңа айтып тұрмын, ең оңай, ең жеңіл тәсілін сіздерге айтып жатырмын. Міне, жақсылап қысып жіберіңіз, қорықпаңыз, қамыр болмайды, тестіңіз мүлде қамыр болмайды, өте әдемі болады. Міне, осылай қыласыз. Міне, қыздар, қараңыздар. Сосын осыны болғаннан кейін жұмыртқаны жақсырап вилкамен араластырамыз да, үстіне кунжутный семечко я макты салуға болады. Әдемілік үшін ғой енді ол. Мен көбіне макты қолданам. Мак аппақ тестіге қара болып, әдемі болып тұрады. Қонақ шақырғанда сол мак салсаңыз жақсы. Енді көбіне қолыңызда не бар, соны салуға болады. Менде кунжутный семечко де бар, макта бар. Көпке жетеді, бір-бірден алып қойсаңыз. Енді бір жұмыртқаны жақсылап, мына вилкамен жақсылап араластырамыз. Міне. Сосын оның бәрін білесіздер ғой, енді жағып шығасыздар да. Пауза қоя тұр, ана. Міне, әдемілеп те ортасына толтырып керек емес. Міне, қыздар, міне. Прямо қонаққа да, қонақ келгенде жасаңыздар да, енді ауыздан айрылықсыз болады, қыздар. Жасап көріңіздер маған, сосын комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Мен сіздерге бұдан да жақсы рецептлеріммен бөлісем, Алла қаласа. Жаңа 180 градусқа вверх-вниз деген, жоғары төмен дегенге қойдық. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі болады, я. Қараңыздар, 30-40 минут шамасында піседі, бірақ 30 минуттай уақыт болғанда сіздер өздеріңіз әдемі болып қызарады ғой, сонда аласыздар. Ал бисмилля, біздің уже самсамыз дайын. Ровно 40 минутта, қыздар. Міне. Сосын, қыздар, міне, бір нетеріміз. Бұлай қыларсыз да, міне шетінен шығарып аларсыз. Ысы противінде қалып қоймасын. Құрметті ал менің оқырмандарым, бүгін біз міне самсаны жасадық. Өте, тағы да айтып кетем, өте оңай, тез жасалатын, жеңіл, екінің бірі қолынан келетін сондай рецепті сіздерге ұсындым. Ал енді дәмін көреміз.
менің видеомды қарап комментарий жазып өзіңіздердің достарыңызбен бөлісуіңізді сұраймын. Көп рахмет менімен бірге болғандарыңызға. Енді видеоның астына рецептің толық нұсқасын жазып жіберем. Сау саламат болыңыздар, кездескенше күн жақсы болсын. Прям вот над ним.